Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 134-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Білім еліне саяхат. Сөз таптары. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп алып, мазмұнын айтамын. Мәтіннен сөз таптарын табамын. Қай сөз табы екенін айтамын. 74-ші жаттығу мәтінді тыңда. Қызық кино болды. Ұшқыштар жайында. Кинодағы ағаның батырнай ұшағымен құстай құлдырап қорықпай ұшты, ұзақ ұшты, аударылса да құламайды, ұшағы жанса да жыламайды. Неткен өжеті, батырлар солай. Әлкен әбден риза, шешесіне бәрін айтқанша асық. Құлыным-ай, мұнша не болды? Әлкеннің айтпағы тіпті басқа. Мама, батыр болайын ба? Болайынша? Шешесі елжіреп, шөп еткізіп сүйіп алды. Арманынан айналайын, бола ғой күнім. Әлкен қуанғаннан айқайлап, әжесіне қарай жүгірді. Алақай, әже, мамам батыр бол деді. Әлкеннің шешесінің бақытты сезін толқытты. Өйткені ол болашақ батырдың анасы емес пе? Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал. Соған сүйеніп мазмұнын айт. Мәтінге ат қой. Мәтінді сөз таптарына талдап, кестеге түсір. Мәтінге болашақ батыр деген атау беруге болады. Тірек сөздер: кино, ұшқыш, батыр, қорықпау, әлкен, риза болу, батыр боламын, елжіреу, әжесіне жүгіру, болашақ батыр. Сөз таптары: зат есім, кино, ұшқыштар, батырлар, шешесіне, әлкен. Етістік: болды, құлдырап ұшты, құламайды, жыламайды, сүйіп алды, айқайлап жүгірді, толқытты, елжіреп. Сын есім: қызық, өжет, бақытты. Есімдік: не, ол, істеу, ұзақ, құстай, қорықпай, шылау, ай, да, ба, бе, пе, ғой, одағай, алақай. 75-ші жаттығу мәтінді оқып, жіктелген зат есімдерді бір бөлек, септеліп тұрған зат есімдерді бір бөлек жаз. Бейбітшілікті қорғаушы армия, жер жүзіндегі ең әділетті армия. Мен осындай армияның солдаты болғанымды мақтан етемін. Мен де даммын жаралған сүйек еттен, арым бар, намысым бар, жан тербеткен. Қазақтың қарапайым бір ұлымын, жанымды арым үшін құрбан еткен. Балаларыма, немерелеріме айтар жалғыз тілегім: отанды сүйер ұлан болыңдар, өз отаныңа лайықты азамат болып өсіңдер. Зат есімдер: жіктелген зат есімдер: адаммын, ұлымын. Септелген зат есімдер: бейбітшілікті армияның, сүйек еттен, қазақтың, жанымды, балаларыма, немерелеріме, отанды, отаныңа сөздері. 76-ші жаттығу: сөздерді оқы. Әр қатардағы артық сөзді тап. Артық болу себебін айт. Мен, біз, өзі, кім есімдікке жатады, қыстыгүні үстеуге жатады. Көкала, қою, үлкен, дәмді сын есімге жатады. 16 сан есімге жатады. Оқып отыр, келіпті, ағыпты, көмектеседі. Бұлар етістікке жатады. 102-ші бұл сан есімге жатады. Етістіктерге сұрақ қой. Қай шақта тұрғанын айт. Оқып отыр, не істеп отыр осы шақта. Келіпті, ағыпты, не істепті, өткен шаққа жатады. Көмектеседі, не істейді, келер шаққа жатады. Шығармашылық үзіліс. 77-ші жаттығу: жағдаяттан шығып көр. Әли мектептегі робот техникасы үйірмесіне қатысты. Жақында үйірме оқушылары сөйлейтін робот жасап шығарды. Құрастыру жұмыстарына робот техникасының маманы жетекші етті. Ол робот құрастырып бағдарламасын жазуды үйретті. Қалай ойлайсың? Әли мен роботтың арасында қандай әңгіме болуы мүмкін? Диалог құрастырып көр. Болашақта қандай көмекші робот шығарғың келеді? Етістіктерді қай жақта тұрғанын айт. Әли: қош келдің, робот. Рахмет, сені көргеніме қуанып тұрмын. Енді саған айтатын жаңалығым бар. Тыңдауға әзірмін. Саған барынша адамдарға пайдалы болатындай бағдарламалар енгіздім. Менің көмекшім болуға қалай қарайсың? Қуана келісемін. Болашақта шет тілдерінде оқу, жазу, сөйлеу үйрететін роботтар шыққанын қалаймын. Етістіктер: келдің, екінші жақ өткен шақ, қуанып тұрмын, бірінші жақ осы шақ, айтатын, екінші жақ келер шақ, әзірмін, бірінші жақ өткен шақ, енгіздім, бірінші жақ өткен шақ, болуға, екінші жақ келер шақ, қарайсың, екінші жақ келер шақ, келісемін, бірінші жақ келер шақ. 78-ші жаттығу: иә, жоқ жауаптар арқылы жұмбақталған сөз табын тап. Бұл негізгі сөз табы. Жоқ. Бұл көмекші сөз табы. Иә. Заттың сынын білдіреді. Жоқ. Жеке өзі сұраққа жауап бермейді. Иә.
сөзбен сөзді байланыстырады. Иә, бұл яғни шылау екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды бірінші болып көру үшін арнамызға міндетті түрде жазылып ал.